Саламатсыздар ма? Бүгін біз ежик шоколадты тортын пісіреміз. Бұның кремі жұмсақ, коржы да өте жұмсақ, тәтті шоколадты торт. Бұны пісіруге ұн, оған какао және шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне содамызды саламыз, араластырып, және оның үстіне сүтімізді, майымызды, бөлме температурасындағы майымызды және жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын уксусымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып, формаға құйып, сілкіп аламыз формамызды артық ауамыз шығу үшін. Кремге ысытылған сливкенің үстіне шоколадты салып, ерігенше жақсылап былғап, оның бетін пленкамен жауып, холодильникке салып қоямыз. Коржымыз піскенін тексеріп аламыз да, формадан шығарып аламыз пышақпен кесіп. Ыдысымызға салқындатылған сливкемізді құйып, жақсылап былғап аламыз. Сливкеміз осылай былғануы керек. Коржымызды бетін пышақпен алып тастаймыз. Қалған бөліктерді бірдей қылып жіппен бөліп алдым мен. Сосын тортымызды жинаймыз. Каждый бөлікте крем бірдей болатын етіп, қасықпен бөліп салдым. Жинап болған тортымызды холодильникке салып қоямыз. Кемінде 2-3 сағат тұратындай еткізіп. Мен торттың бетіне және жандарына қалған корждарды ұнтақтап салған болатынмын. Бетіне сливки мен шоколадты ертіп аздап құйып жібердім. Құрғақ болмас үшін жан-жағында қалған ұнтақтарды сеуіп бетіне жан-жағына. Тортымыз дайын. Өте жұмсақ әрі тәтті шоколадты торт пісіріп көрулеріңізге болады. Комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар.